Жас ұрпақтың білім жолындағы болашағын ағылшын тілісіз елестету мүмкін емес. Осыған орай қазіргі таңда елімізде шет тілін үйрететін орталықтар мен мектептер көбеюде. Солардың бірі ретінде республика бойынша үздік деп саналатын ауданымыздағы Ses4U халықаралық ағылшын тілін үйрету орталығын айтсақ болады. Өткен жылы лидер года марапатына лайық деп танылса, жуырда гордость образования 2018 атағына ие болды. 6 жылдың ішінде біздің жетістіктеріміз өте көп. Біздің дегенде біздің балаларымыздың жетістігі, бізге келіп ағылшын тілін оқып жатқан оқушылардың жетістіктері өте көп. Шетелге гранттарға қолға түсіп жатыр. Қалада жаңағы КБТУ сияқты, КИМЭП сияқты, жаңағы одан да жаңағы СДУ болсын, жаңағы Назарбаев университетіне IELTS жаңағы тестін тапсырып, грантта оқып жатқан оқушыларымыз да бар. 2013 жылы алғаш рет Қаскелең қаласында ашылған бұл орталықтың бүгінде облыс бойынша 11 филиалы жұмыс істеп тұр. Мұнда оқытушылар ағылшын тілімен қатар балаларды ментальды арифметикаға, каллиграфия мен бастауыш сыныптарда үйрететін пәндерді терең оқытады. Бізде оқу бағдарламасы 8 деңгейге бөлінеді. Beginner деңгейінен бастап бизнес профешнсы деңгейіне дейін жүргізіледі. Оқу бағдарламасы бойынша жаз мезгілінде Ұлыбритания және Малайзия мемлекеттеріне бір айға оқуға барады. Бүгінде мұнда 500-ден астам бала білім алуда. Солардың бірі көшбасшы топта оқитын Жанали Көпжасаров. Сабақтан тыс уақытында осындағы арнайы курсқа келіп қатысады. Бұл орталық мен сияқты балаларға болашақта өзі оқығысы келетін шет елдегі жоғары оқу орнына түсуімізге үлкен мүмкіндік береді. Мұндағы білікті мамандар сапалы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеуге өз үлестерін қосып жүр. Орталықтың ендігі мақсаты шет тілін еркін меңгерген білімгерлер санын көбейту. Сюжетті дайындағандар Ақтоты Мырзабекқызы, Бақдәулет Талипов.